Сәлем достар, біз бүгін өте жұмсақ бөлкелер дайындайтын боламыз. Ең алдымен сүтімізге 2 ас қасық қант, ашытқымызды салып жақсылап араластырамыз. Содан соң 4 ас қасық ұнымызды қосып, жақсылап араластырып, ашытқымыз кішкене көтерілгенше бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Массамыз дайын болғанша біз 2 жұмыртқа, қалған кесеміздегі қантымызды 1 шай қасық тұз қосып, жақсылап араластырып, үстіне ерітілген сары майды құйып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Осылай дайындап алдық. Енді жаңағы массамызға қосып жақсылап араластырып, үстіне електен өткізілген ұнды салып, жұмсақ қылып қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Қамырымыз жұмсақ болып тұруы қажет. Қатты қылып илеп қоймаңыздар. Қамырымызды жылы жерге бетін жауып, көтерілгенше орап қоямыз. Содан соң әртүрлі формада осылай жасап алып, тағы да жарты сағат бетін жауып қойып қойыңыздар. Көтерілген бөлкелерімізді бетін әрлеп, бетіне жұмыртқа жағып, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Біздің бөлкелеріміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.